Кез келген зайырлы елдің даму бағыттарын белгілейтін басты құжаты ата заңы. Осыдан 27 жыл бұрын бүкіл халықтық референдумда кен байтақ Қазақстанның көп ұлтты халқы өзінің егемендік құқығын барша әлемге паш етіп, көптеген елдермен терезесі тең, іргетасы мықты, демократиялық жолмен дамып келе жатқан мемлекет екендігін танытып өтті. Сөйтіп, 1995 жылдың 30 тамызында Қазақстан Республикасының ата заңы өмірге келді. Ата заңымыз 9 бөлім мен 98 баптан тұрады. Еліміздің ата заңы халқымыздың дербес ел болуды армандаған, мүддесін заң тілінде айшықтаған, жер шарына, адамзат ғаламына Қазақстан деген мемлекет бар екенін паш еткен ерекше құжат. Еліміздің осы негізгі заңы уақыт сынынан сүрінбей өтті. Оның негізгі қағидалары барлық халықаралық стандарттарға сай келіп, қоғам мен мемлекетті дамытудың осы кезеңдердегі ең жетілдірілген үрдістерімен үйлесім тапты. Мемлекеттің тәуелсіздігін нығайту және экономикалық реформаларды жүргізудің басты құралына айналған бұл ата заң адамдардың барлық азаматтық құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ете отырып, олардың өздерінің мемлекеттің сенімді қорғауында екенін терең сезінулеріне жағдай туғызды. Ата заңымыздың ізгілігін осылай санамалап кете беруге болады. Мәселен, біз мән бере бермейтін тегін орта білім алу, медициналық қызмет, жалақы, зейнетақы, еңбек демалысы, шетелге барып білім алу немесе саяхаттау құқығымыз бәрі де ата заңымыздың негізінде жүзеге асырылып жатыр. Еліміздің тәуелсіздігін сақтап, әлемде өзіндік орнын иеленуі де осы ата заңымыздың жемісі. Халқымыз мемлекеттің ең басты байлығы болса, Конституциямыз халқымыздың ең басты байлығы. Сол үшін ата заңымыздың қадірін біліп, еліміздің әр азаматы ата заңын жетік білсе, ата заңға адал болса, заң талаптарын сақтаса, еліміз тек биіктерден көрінері сөзсіз.